Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Құдайберген Нұршахар. Бүгін сіздерге дәл осы жаздық сетка макасыйдың артқы бөлігін, яғни осы өкше жақ бетін тоқып үйрететін боламын. Ең алдымен достар, сабағымызды бастамас бұрын менің арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видео ұнаған болса, лайк басыңыз, түсінбеген жерлеріңіз болса, пікірге жазыңыздар. Естеріңізге сала кететін ақпарат, ол табанды қайдан алу керектігін, құрал жабдықтарды қайдан алу керектігін білмесеңіздер, менің описание бөліміне қалдырамын. Кері байланысқа да сол жақтағы номерден шыға аласыздар. Олай болса достар, сабағымызды бастайық. Міне достар, дәл осылай біз алдыңғы қатарды 20 қатар қылып тоқып қойғанбыз. Енді осы жерден, аяқтаған жерімізден маркерімізді босатамыз да, дәл осы жерге крючогымызды іліп, осы жерден бір түйін жасап, яғни аяқ киімімізден бір айналдырып, түйіп буып қоямыз. Осы жерден бір жұмысымызды аяқтап, нүктесін қоямыз да, дәл осылай мен сияқты жасап қойыңыздар. Содан кейін достар, жібімізді қаттырақ тартып, бергі бетінен дәл осылай видеодағыдай шығарамыз. Ілмек іліп шығарып, содан кейін артқы бөліктегі, яғни міне көріп тұрғандарыңыздай бірінші петляға іліп, дәл осылай столбик без накидпен тоқитын боламыз. Бізде столбик без накид көріп тұрғандарыңыздай жапсарлас және де столбик неде бір жапсарлас, столбик жапсарлас қып тоқимыз. Яғни ұзынды қысқалы узор тоқылады. Мына жерде қысқаны тоқыдым, енді ұзын тоқимын. Одан кейін тағы да қысқаны тоқимын, одан кейін ұзынды тоқимын. Одан кейін қысқаны, ұзынды. Яғни бұл бізде лестница деген узор түрі. Мен сіздерге көп сабақтарда айтып жүрмін ғой, өкшенің формасын ұстауға өте ыңғайлы узор деп, дәл осылай сіздер тоқып шығасыздар. Ұзын тоқимыз, содан кейін қысқа, ұзын тоқимыз, қысқа тоқимыз, дәл осылай тоқитын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай артына дейін полностью тоқып аламыз. Ешқандай өзгеріссіз достар, дәл осы узормен қайталап тоқи береміз. Міне артын көріп тұрмыз. Егер сіздер тоқыманы тоқу білмесеңіздер, менің арнамда 0-ден бастап тоқып үйрену сабағы бар, сол жақтан тоқып үйренсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай ұзын, қысқа, дәл осы бір тұтас узормен полностью артын тоқып шығатын боламыз. Міне достар, мен соңғы петляны теріп жатырмын. Енді бұны алдыңғы бөліктегі бірінші столбикке қосып, дәл видеодағыдай бекітетін боламыз. Бекіткен жерімізге маркермен стоп қойып қоямыз. Содан кейін достар, дәл бұрынғыдай артқы бөлігін жіпті ішінен керіп отырып, алдыңғы бөлігіне алып келеміз. Енді қараңыздар, екінші тұрған көзге, яғни алдыңғы бөлікке бастап іліп алып,
содан кейін жанындағы артқы бөліктен бастап столбик без накид тоқитын боламыз. Столбик без накидті дәл алдыңғы қатардағыдай бір ұзын бір қысқа лестница узорда тоқитын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ұзын тоқыдым, одан кейін қысқа, одан кейін ұзын жапсарлас қып тоқимыз, одан кейін столбик тоқимыз, жапсарлас қып бір тоқимыз, столбик тоқимыз. Дәл осылай жоғарға дейін көтеретін боламыз. Яғни 10 қатар тоқитын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жоғарғы қатардағы көздерге ешқандай көз тастамай дәл солайынан 10 қатар тоқып шығатын боламыз. 10 көзге 10 столбик қатар тоқып шығатын боламыз. Мен камерасы тоқитын боламыз, сіздерде дәл солай камерасы тоқып алыңыздар. Бізде 2 қатар тоқылды, енді бізде 3-ші қатар дәл осылай 10 қатар қылып тоқып шығамыз. Мінекей достар, тоқып болдым. Қараңыз. Бізде осылай шығады. Не? Көрдіңіздер ме? Көріп тұрғандарыңыздай бізде осылай шығады. Енді достар қараңыздар, бізде біз 10 қатар тоқыдық, иә? Общий бізде неше қатар санайық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 қатар ғой. Енді дәл осы 6 қатарды қалай тоқимыз? Былай тоқимыз оны. Осылай жібімізді керіп алып келеміз да, мына жақтан тоқи алмаймыз біз. Сол себепті Достар, мен петличкам аяқ астынан заряды отырып қалып, дәл осылай менде звук дұрыс шықпай қапты. Звукты қосымша дыбыспен жазып отырмын, сол себепті түсіністікпен қараңыздар. Енді достар, бізде жаңағы 6 қатарды тоқу кезінде қараңыздар, бізден ең бірінші алдына қосқан бөлігіміз бар емес па, дәл сол жерден 3 көзді тастап кетеміз. Одан кейін тағы да 3 көз тастаймыз. Дәл осылай сіздерде маркермен көздерді бекітіп алсаңыздар болады. Көріп тұрсыздар ғой, менде 3 көзден тастап кетеміз да. Сонда бізде 6 қатарға 6 3 көз тастап кетеміз. Яғни ол дегеніміз 18 петляны тоқымай тастап кететін боламыз. Сол 18 петля қалдырғаннан кейін барып бастап дәл осы видеодағыдай артқы бөлікке тоқитын боламыз. Жібімізді керіп алып келіп, сол жерден бастап тоқитын боламыз. Не көрдіңіздер ғой, біз мына жерде ілмек жасадым, ілмек ілдім. Бізде бұл көріп тұрғандарыңыздай ұзынды қысқалы узор болғаннан кейін ілмек қай жерге барады, егер ұзынның үстіне түссе, қысқа қып, қысқаның үстіне түссе, ұзын қып тоқитын боласыздар. Дәл осылай мен сияқты дальше жаңағыдай қатарымызды жалғастырып, узорды өзгертпей салып шығатын боламыз. Дәл осылай келесі бетінде де, екінші жақ бетінде 18 петля қалдырамыз да, соған дейін тоқитын боламыз. Оны да тоже жаңағыдай белгілеп алсаңыздар болады. 3-3-тен бөліп. Яғни айтқым келгені, бізде барлық аяқ киімдердің артқы бөлігін тоққан кезде 3 петлядан тоқимыз ғой, дәл солай бұл жақта да 3 петлядан қалдырып отырасыздар. Менде маркермен қадап 18 петляны тастап кетіп, белгі қойып қойдым. Дәл сіздерде дәл солай белгі қойып қоясыздар. Белгіленген жерден бастап қойылған белгіге дейін тоқитын боламыз. Дәл узорды бұрынғыша 10 қатарды тоқығандай ұзынды қысқалы лестница тоқитын боламыз. Узорды бөлмейміз, ешқандай білінбей тұру керек. Аяқ киімді сырт көзіне қараған кезде де білінбей тұру керек. Сол себепті ұзынның үстіне қысқаны, қысқаның үстіне ұзынды орналастырып тоқимыз. Дәл осы видеодағыдай тоқыңыздар. Содан кейін мен сіздерге қазір аяқталған және басталған жерін көрсететін боламын. Мұқият қарап отырыңыздар. Мен белгіге дейін тоқып аламын. Тұрған белгіге дейін тоқимыз. Оған дейін достар, менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видео ұнап жатса лайк басыңыз, түсінбеген жеріңіз болса пікірге жазыңыздар.
егер де кері байланыс не болмаса материалды қайдан алу керектігін білмей жатсаңыздар, описание бөліміне номерін тастап кетемін, сол жақтан сұрап алсаңыздар болады. Номерге жазыңыздар, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай мен белгіленген жерге дейін тоқыдым. Бізде қараңыздар, осы кезде ұзынды тоқып жатырмыз. Енді қысқаны тоқимын. Одан кейін ұзынды, ең соңғы қысқаны тоқитын боламын. Мен көріп тұрғандарыңыздай, осы жерден маркерді босатамыз да, дәл сол маркер тұрған жерге қысқаны тоқып бекітемін. Қайтадан маркермен бекітіп қоямын. Міне достар, бізде дәл осындай өрнек болып шығу керек. Осындай формада. Еш уайымдамаңыздар, алдыңғы жағы қалыпқа келеді, формасын ұстайды бұл узор. Сол себепті уайымдамаңыздар. Енді достар, қараңыздар, жібімізді керіп алып келіп, дәл жаңағыдай 3 петля тастап, 2 көз тастап, 3-ші көзге бекітеміз. Бізде қараңыздар, ұзын қысқа түсті, қысқаның үстіне ұзын тоқып жатырмыз. Енді қысқаны тоқыдым. Енді қараңыздар, осы жерде бізде ұзын тоқыдым, ұзыннан кейін бізде қысқа келді. Біз алдыңғы қатарға секіріп, дәл сол жерден қысқа петляны тоқимыз. Ортасындағы ұзынды тастап кететін боламыз. Ол бізде тоқылған узорлардың арасында білінбей кетеді. Дәл осылай әрі қарай тоқимыз. Енді ешқандай өзгеріссіз ұзынды қысқа лестница тоқып келіп, белгіленген жерге дейін тоқып алыңыздар. Мінекей достар, мен белгіленген жерге дейін тез тоқып алдым. Енді қараңыздар, ұзын тоқимыз, содан кейін қысқа тоқимын. Енді ұзын тоқимын. Енді осы жерден қысқа тоқимын. Енді қараңыздар достар, бізде келесі уже 3-ші қатарға астыңғы қатарға түсу үшін, алдыңғы қатарға түсу үшін ең алдымен маркердегі петляны босатамын да, дәл сол жерден крючокқа іліп алып, келесі қатарды астына, яғни ұзынды тоқып жіберетін боламын. Одан кейін қысқаны, одан кейін қайтадан ұзынды тоқып, маркермен бекітіп, осы қатарымызды аяқтаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде бұл білінбей кетеді. Сіздер тоқылу барысында көресіздер өздеріңіз білінбей кететінін. Дәл қазір менің видеомда білінбейді, сол себепті сіздер өздеріңіздің тоқу барысында көресіздер. Ешқандай узорды бұзбайды, білінбейді. Дәл осылай келесі қатарымызды да 2 көз тастап, 3-ші көзге тоқып бастаймыз, тоқитын боламыз. Ұзын қысқа дәл солайынан 6 қатарды тоқып аламыз достар. Мінекей достар, мына жерде біз қай жерден бастап тоқығанымызды ешқандай білінбейді. Қарап тұрғандарыңыздай, арты бір полный, барлығы бір тұтас тоқылғандай болып көрініп тұр. Бірақ біз мына жақта 6 қатарды осылай қосатын боламыз. Дәл осылай сіздерде ұзынды қысқа лестницамен 6 қатарды тоқып алыңыздар. Не көріп тұрғандарыңыздай, қысқа, ұзын, жапсарласып тоқимыз ғой. Артын үнемі осылай тоқитын едік қой, өкшесін дәл солай формасын ұстайтын осы узорды тоқитын боламыз.
мінекей достар, біз мына жерде қысқаны тоқимыз. Міне көріп тұрсыздар ғой, қысқаны тоқимыз. Мінекей қысқаны тоқыдық. Кешіріңіздер, қысқаны тоқимыз. Енді достар, қараңыздар, бізде мына жерде ұзынды тоқимыз. Бізде енді осы жерде қысқаның кезегі келіп тұр, бірақ біз қысқаны тоқымаймыз. Осы жерден маркердегі ілмекті крючокқа іліп аламыз да, келесі астыңғы қатардағы қысқаны тоқып, осылай жапсарласқа білдіртпей жібереміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қараңыздар, шыдым білінбей кетті. Алдыңғы қатармен осы қатарды біріктіріп, бірлестіріп жібереміз дәл осылай. Барлық 6 қатарды дәл осылай екі көзді тастап, үшінші көзге тоқимыз. Жібімізді сәл керіп, бірінші қатарда сәл кереміз, одан кейін сәл тығыздау, соңғы 6-шы қатарда максималды түрде тығыз қылып тоқитын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне, менде уже 6 қатар тоқылып болдым. Енді достар, қараңыз, санап көріңіз. Общий менде 16 қатар болды. 16 қатар болғаннан кейін, достар, осылай жібімізді бастапқы жерге, дәл ортасы, бізде зауыттың салып берген белгісінің дәл ортасынан алып барамыз да, дәл сол жерден оңға қарай 6 петля, 6, яғни 6 көз тастап, 6-шы көзге іліп, сол жерден бастап столбик без накидпен, не көріп тұрғандарыңыздай, столбик без накидпен тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, соңғысы 11. 12. Ең соңғы 12 болады. Белгіден оңға қарай 6, солға қарай 6 көз тоқып аламыз. Енді достар, жібімізді тағы керіп келіп, жаңағы тоқыған жерден 2 көз тастап, үшінші көзге ілмек жасаймыз. Не, ілмек жасадық. Енді қалдырған 2 көзімізді тоқимыз. 1, 2. Енді бастапқы 6, жаңағы 12 петляны үстінен столбик без накидпен тоқып шығамыз. Дәл осылайынан. Көрдіңіздер ғой. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достар, менің жазылып атқан записімнен сөзім қалып қойып жатса, ренжімеңіздер. Өйткені менде петличка қосылмай қалған, сол себепті монтаждау барысында сөз дыбыстап отырмын. Түсіністікпен қараңыздар. Міне достар, осы жерде біз маркердегі жіпті босатамыз да, маркерімізді алып, дәл осы жерге ілмек жасаймыз. Енді келесі бойынан тағы да 3 петля тоқимыз, 3 көз. 2, соңғы 3. Дәл осы жерге қайтадан маркермен бекітіп қоямыз. Мінекей достар, бізде аяқ киіміміз осылай болады, пішімі осылай болады. Қарап тұрыңыздар, бізде мұна тұрған ең соңғы қатар. Көрдіңіздер ғой? Бұл бізде, мінекей достар, енді жібімізді керіп алып келеміз. Бұл бізде ең соңғы жұмыс ол дегеніміз, қараңыздар, басына алып келеміз да, дәл сол жерден бір ілмек ілеміз. Не, дәл осылай бір ілмек ілеміз. Содан кейін кәдімгі столбик без накид тоқимыз, бірақ та улитка қылып тоқимыз. Оны қалай тоқимыз? Қараңыздар. Осылай жібімізді, крючогымызды ілеміз да, жіпті іліп алып, сыртқа қарай бір айналдырамыз да, содан кейін ілмекті іліп шығарамыз. Яғни міне, өткіземіз, крючокқа жіпті іліп шығарамыз, сыртқа қарай айналдырамыз да, дәл осылай крючокта жіпті іліп шығарамыз. Өткіземіз, крючокқа жіпті
сыртқа қарай орап қайтадан крючокты іліп шығарамыз. Көріп тұрсыздар ғой, дәл осылай достар, бастапқы жерге дейін, яғни біз бастаған жерге дейін тоқып шығатын боламыз. Ол дегеніміз алдыңғы айналымды да дәл осылайынан улитка қылып осылай орап іліп шығаратын боламыз. Ешқандай өзгеріссіз. Бұл бізде өте әдемі, ерекше болып тұрады. Ернеуін ғана тоқып шығамыз ғой достар. Түсініп тұрсыздар ғой, ал ішінен керіп тоқылған жіпті ішіне қосып тоқып жібереміз. Мінекей достар, біз маркерге дейін келдік. Маркерге дейін улитка жасаймыз да, дәл маркер тұрған жерден петляны іліп аламыз да, маркердегі жіпті ілмекке іліп, дәл осылай 1-3 петляны улитка қылып, яғни іштен сыртқа қарай айналдырып, содан кейін ілмекті алып шығарып тоқитын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай керіп қойған жіпті ішіне тоқып жібердім. Дәл осылай столбиктің үстіне столбик тоқып шығамыз. Столбиктің үстіне улитка столбик тоқып шығамыз ғой. Улитка столбик дегеніміз көрдіңіздер ғой. Кәдімгі жай ғана столбик без накид, бірақ та дәл соны тек бір орап, яғни сыртқа қарай бір айналдырамыз да тоқимыз. Көрдіңіз ғой, салдық, ілмек шығардық, бір айналдырдық, тоқыдық. Не? Көрдіңіздер ғой, өте әдемі, ерекше болады. Онда ешқандай мына жерде менде ашық қалып кетті. Сол себепті мен сөгіп, мына жерді қайта тоқиын дедім. Міне, мен дәл соның түбіне бір ілмек тоқыдым да, бірақ қайтадан дәл сол жерге улитка қылып, тағы да екінші қайтара тоқып жүрдім. Ол бізде екі қатардың қосылған жер. Жоқ достар, менде мына жерде дұрыс болмай жатыр. Сол себепті улитка тоқыған жерге қайтадан тоқып жібердім. Бұрыш болғаннан кейін ол бізде дұрыс улитка болмай тұр. Сол себепті бір көзге екі улитка тоқуға тура келді. Міне достар, қараңыздар. Дәл осылай сіздерде өздеріңіз қарап отырып, ұнамаған жерін өзгертіп тоқып жіберсеңіздер болады. Менде сол жер ұнамады, ашылып тұрған еді. Қазір қараңыздар, жабық тұр. Ол дегеніміз бір көзге екеу тоқып жібердім. Егер сіздерде сондай жағдай болса, сіздерде сол дәл солайынан тоқып жіберсеңіздер болады. Барлық сабақта бұндай делінбеген деп барлығын сөгіп тастау қате. Сол себепті олай жасамаңыздар. Енді достар, мына маркер тұрған жерге дейін тоқып алыңыздар. Міне достар, маркер тұрған жерге тоқыдық. Енді достар, қараңыздар, алдыңғы бөлігін, яғни ернеудің біз әлгінде бірінші
бөлімде түсіріп едік қой, дәл соның міне көріп тұрған 20 қатардан кейін тоқылатын қатар. Бұл бізде улитка столбик без накида. Бұл дегеніміз қараңыз. Дәл осылай мен сіздерге анық болсын деп әдейі тез емес жаймен көрсетіп жатырмын. Көрдіңіздер ғой. Сіздер де дәл осылай қайта көріп, видеоны түсінбеген жеріңізді осылай мен сияқты тоқыласаңыздар болады. Егер мүлдем совсем түсінбедім деп жатсаңыздар, менің описание бөлімінде номерім бар, сол жаққа WhatsApp-қа жазып, фотосын жіберіп, мына жерін түсінбедім деп көрсетсеңіздер болады. Мен сіздерге тегін жауап беретін боламын. Менде барлығы тегін, сол себепті тегін білімді алып, тоқып, бизнес қылсаңыздар болады, табыс тапсаңыздар болады үйде отырып. Үйде отырып тоқуға өте ыңғайлы кәсіптің бірі. Міне көрдіңіздер ғой, дәл осылай сіздерде тоқып, дәл мен сияқты табыс таба аласыздар. Енді достар, бізде уже көрдіңіздер ғой, жібімізді қатты тартқан сайын крючокқа ілініп қалып жатыр. Сол себеп түсіністікпен қараңыздар. Дәл осылай біз іштен сыртқа қарай айналдырып, әр көзден, яғни столбиктің үстіне столбик без накид, улитка тоқып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығына бірдей осылай тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, мен өз соңына дейін келдім. Қараңыздар, бізде осылай болды. Ең соңғысын дәл осылай улиткаға тоқимыз. Содан кейін достар, мынау бірінші бастаған қатарымыз бар ғой. Ең бірінші улитканы бастаған жер, дәл сол жерге жібімізді өткізіп, көрінгендей бір ілмекті екеуінен бірдей өткізіп, тағы да ілмек жасап, басын күйдіріп, жібіміздің басын күйдіріп, міндетті түрде күйдіреміз, өткен ол өздігімен сөгілетін жібек жіп. Дәл мен сияқты видеодағыдай осылай ішке қарай, яғни жібімізді ішке қарай кері тартып, ішке қарай жасырып жібереміз. Неге? Себебі бізде бұл узор улитка ғой. Сол себепті улитка сияқты домалақ ширатылып тұру керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде жібін алып қиғаннан кейін жабуға кірістім. Көрдіңіздер ғой. Жіпті іштеріне өткіздік. Оны міндетті түрде қайтадан күйдіремін. Ол себебі сақтық үшін, кейін киіп жүргеннен кейін, бір-ек шешкеннен кейін кейбіреулерде болады ғой, аяқ киімдерінде сөгіліп кетіп жататын. Сол себепті басын міндетті түрде күйдіріп, қабырғасына жапсырып жіберіңіздер мен сияқты. Міне достар, сонымен бізде осындай аяқ киім сетка макаси шықты. Дайын жаздық макаси, кигенде өте жеңіл, қарапайым, өте ерекше. Егер достар видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, ұнамаған түсінбеген жеріңіз болса, пікірге жазыңыздар. Арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізде сабақ осымен аяқталды. Егер сіздерге материалдар керек болатын болса, мен описание бөліміне өз номерімді тастап кетемін. Менімен кері байланысқа шыққыларыңыз келсе, сол жақтағы номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мінекей достар, бізде сабақ аяқталды. Егер достар ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Бір-бірімізді қолдайық. Қазақ аудиториясы дами берсін. Сол себепті сіздерге де алғысым шексіз достар.
Олай болса достар, менің сабағым аяқталды. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.